Сәлем сұлулар, бүгін сіздермен бірге өте оңай коржиктар дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттарды дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, жұмыртқаның сарысы, қопсытқыш, қант, уксус және сода қажет болады. Ең алдымен дайындап қойған ұнымызға жұмыртқамыздың сарысын қосамыз. Үстінен қантымызды қосамыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, үстінен қопсытқышымызды қосып, жарты ас қасық содаға жарты ас қасық уксусты араластырып, оны да қосатын боламыз. Барлығын қосып болған соң, жұмсақ қамыр илейміз. Менің қамырым дайын. Дайын болған қамырды жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Менің қамырым дайын, жарты сағат өтті. Енді дайын болған қамырларымызды 120 граммнан өлшеп аламыз. Өлшенген қамырларды домалақ тәріздес формаға енгіземіз. Дайын болған формаларды жұқалап, кішкене жайып шығамыз. Мен барлығын жайып алдым. Енді пергаментный бумаганың үстіне қалдырдым. Енді осы жерден өзіңізге ыңғайлы формамен кесіп алсаңыздар болады. Менде осындай тортқа арналған насаткалармен қолдандым. Ортасын кесіп алдым. Бұл міндетті емес. Енді бетіне жұмыртқаларын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша қант шашсаңыз да болады, жаңғақтар әртүрлі шашсаңыздар да болады. Сондай жұмсақ, өте керемет болып шығады. Осы рецептпен дайындасаңыздар. Мен бетіне қант шашып шығамын. Бұл міндетті емес. Дайын, енді духовкаға саламыз. Менде пісіп шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Енді бетіне әсемдік үшін сахарный пудра шашсаңыздар да болады. Ол міндетті емес. Міне осындай коржиктар дайын болды. Енді ыстық шаймен іше беруге болады. Ас болсын, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.